Армысыздар қыздар, бүгінгі жасайтын тағамымыз соғым қуырдақ. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен еттің жұмсақ жерлерін алатын боламыз. Соғым қуырдақтың ерекшелігі де сода. Қуырдағымыз тез пісу үшін әрі дәмді пісу үшін соғым еттің жұмсақ жерлерін дайындап аламыз. Соғым қуырдаққа және бүйрек, өкпе, жүрек, бауыр қосылады. Бауырды ең соңында 10 минут пісуіне қалған кезде қосатын боламыз. Сол кезде бауырымыз өте жұмсақ болып піседі. Қызып тұрған қазанымызға 1 кесе май құйып, қыздырып алған соң етімізді салып қуыратын боламыз. Етіміз қуырылып болған соң қазанымыздың бетін жабамыз. Өйткені қазанымыздың бетін жапқан кезде еттің өзінің сөлі шығатын болады. Су қоспаймыз бұл тағамға. Міне қыздар, жаңағы айтқандай еттің өзінің суы шықты. Өз суында піскен ет өте дәмді болады. Жаңағы дайындап алған пиязымызды үстіне салатын боламыз. Картобымызды дайындап алып, дәміне қарай тұз және картобымызды салатын боламыз. Осылай салып, жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Соғым қуырдағымыздың пісуіне 10 минут қалған кезде сарымсағымыз бен бауырымызды қосатын боламыз. Өйткені сарымсағымызды ерте қосып қоятын болсақ, дәмі мен балғын иісін жоғалтады. Ал бауыр болатын болса, етпен қосылатын болса, қатты болып қалады. Сол себепті де 10 минут қалған кезде қосатын болсақ, өте жұмсақ, өз дәмін, өз витаминін өзінде сақтайтын болады. Бауырдың пайдасы өте көп екенін білесіздер. Сол себепті де осылай пісіруіміз керек. Қыздар, осымен соғым қуырдағым дайын. Әсемдеп, әрлеп өздеріңіз бетіне укроп, пияздарыңызды қосып берсеңіздер өте әдемі және дәмді көрінетін болады. Ұнаса лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет.